Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Енді біз өкінішке орай микрофонды ұмытып кеттік, бірақ телефонға дауыс басып, сіздерге жақсы естілу үшін осы жұмыс жасаймыз. Азия-Трейд компаниясы Қазақстанға көліктерді, яғни авария болмаған таза көліктерді жіберіп жатқан біз ең үлкен компания Азия-Трейд компаниясы. Болашақта бұл компаниядан да үлкен компания ашылғалы тұр. О жайлы алдағы видеода көретін боласыздар. Сіздерге қазір керемет бір көлік көрсетейін деп тұрмыз. Бұл көлік Қазақстандағы BMW компаниясының көліктері, Mercedes компаниясының көліктері, Audi деген сияқты керемет компанияның көліктеріне қатарластырған өте жас компания, әрі ең жоғарғы алдағы брендте тез қозғалып жатқан компания. Көліктің дизайнын шығарған кезде ешқандай компания ұқсамай өте жақсы шығып жатыр. Әрі көліктің яғни дизайнері, яғни инженерлері бұл Bentley компаниясынан келіп, яғни қолжетімді бағаға жасап шығарып жатыр. Олай болса, біз сіздерге көрсетеміз. Азия-Трейд компаниясы, менің есімім Нұрлан, Genesis G70 2021. Ал қараңыздар, бұл Genesis көлігінің, яғни осы дизайнды алды 2020-дан бастап Genesis, 2019-дан бастап Genesis G90, G80, одан кейін кроссоверлер бастап шыға бастады. Алдағы уақытта электрокар тек қана осындай дизайнда және өте выбор көп болады. Сол түрлерін жасап шығарып жатыр. GV70 2021-ден бастап шыққан дизайнын қарайтын болсақ, өте әдемі дизайны жасап шығарған. Қараңыздар, мына жақта алдыңғы радиаторының дизайны кәдімгідей классика, нағыз классический дизайн қылып жасап шығарған. Мына жақтарында дистроник, және мына хромға боялған, және бұл көліктің маңда екі қатарлас кеткен күндізгі жағып жүретін шамдары өте өзіне көлікке жақсы классиканы бет береді. Әрі мінекей, мына жарық шам қарайтын болсаңыздар, бұндай жарық фаралар Kia Carnival, таққандай Genesis тағы да басқа көліктері кездеседі. Kia K8-лерде осындай болып кездесіп жатыр. Енді бұл компания қайдан келді деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл компания Hyundai компаниясынан шыққан, бұрын Hyundai Genesis деген спортивный көлік болған. Енді сол Genesis компаниясының адамдары өздерінше бренд қылып, яғни біздің мемлекетімізде BMW, Mercedes, Audi, тағы да басқа керемет компаниялар, Cadillac деген сияқты солармен біз теңесеміз деп Genesis брендін әлемге жарқып шығарып жатыр. Енді айналдыра бір көрсетейік. Енді бұл көлік Россия мемлекетінде қатты сұранысқа ие. Өйткені бұл көлікті отырып айдаған адам басқа көліктер мінгісі келмейді. Әрі бұл жақта тұрған опциялар өзінше ерекше. Арт жағын қарайтын болсаңыздар да кәдімгідей жақсы жасалған. Мынау мінекей мына жердегі мынау бампердің несіне тұрған жарық шамды қарайтын болсақ, ішіне кіргізіліп Mercedes көлігіне ұқсатып жасалған. Ал енді бұда 2.5 турбо және 3.5 турбо болып келеді. 2WD, 4WD болып бөлінеді. Енді Genesis G80-нің, Genesis G80-нің дизайндар іштері өте керемет. Ал мынақын қарайтын болсаңыздар, бұл одан да әдемі. Қараңыздар. Кожный, алюминий поставкалары, мінекей мына жақтарында память сидениясы, колонканың тұрған жерінің өзі де алюминийден жасалған. Мінекей мына жақта орындықта сапасы өте жақсы. Енді мына жағын қарайтын болсақ, мына жақ полный сенсорный екен. Қазір мына жағынан бастап көрсетейік. Мына дизайнды қараңыздар. Бұл дизайнды жасаған кезде көп адамдармен ақылдасып жасалған және бұл дизайнның мынандай болып шығатын интернетте қатты шыққан жоқ екен. Келген сәттен бастап көріп, керемет дизайн деп осы кезден бастап. Енді бұл Genesis'те опцияда қараңыздар. Скорость проекциясы, мінекей спидометрдің өзі цифровой, бұл корейский
стиль деп айтсақ та болады. Мына жағын қарасаңыздар, өте жалпақ, ұзын, кішкентай үлкен планшет шығып тұрған сияқты. Бұл өзінше Genesis'терде осындай стильді алды. Енді рулін қараңыздар, руль осы неден бастап осыдан өзгерді. Өте көзі көрінеді, анық және темір, яғни металдан жасалған. Мына жақта да шайбы осындай дизайнды ең бірінші рет осы Genesis көліктерінде шыға бастады, және қарасаңыздар дизайн кәдімгідей әдемі әрі түнде өте керемет болып көрінеді. Мына жақта мультиуправлять етеді, және мына жағы тачпад, яғни мышка ретінде қолдансаңыз болады. Мына жағында қарайтын болсақ, мынау дауысты шығаратын, мінекей дауыс әрбір өзгертетін деген сияқты. Және мынау режим драйв бар екен. Мінекей мына жақта спорт, кастом, яғни өзіңізге нақты комфорт, эко. Және бұл опция полный комплектация емес екен. Полный комплектация бұл қазір $49,200 болып тұр. Полный комплектация ол $60,000 жақындайды екен. Ал бірақ мен үшін бұл көлік полный комплектация сияқты. Енді мына жақтан қарайтын болсақ, мына жақтың өзінде Grandeur 2019-2020-ның дизайнында осындай, яғни кішкентай мониторда осындай жасалынған, тура сондай барлығы сенсорный. Және мына сенсор ұстаған кезде кәдімгідей білінеді. Яғни сенсорный болғанмен сіз шынайы ұстап тұрған сияқты. 3D форматта жасалынған. Мынау көзге бірден жарық емес, не болып көрінеді. Яғни көзді ауыртпайды, шынайы көріп тұрған жақсы. Бұл көліктің мониторы өте тұнық болғандықтан шынайы көрген жақты ощущение. Бұны әсерде аласыз. Енді мына жақта фиолетовый түсті күлгін. Бұл көлікке жақсы вид береді. Мінекей мына жаққа қарасаңыздар, Grandeur. Мына жағын басып. Бұл Grandeur, Hyundai Grandeur көлігінің дизайнын ұқсатып жасалған. Яғни телефоныңызды былайынан салып қойсаңыз, яғни заряд береді. Алған кезде ыңғайлы. Және USB, 5 зарядка, және USB порты бар екен. Екі стакан салғышы. Барда жоқ. Енді мына қымбат көлік болған кезде мынаны сәл жасаған, бір түр жасаған, яғни екіге бөлінген, маған сол дизайн қатты ұнайды. Лепестоктары бар мына жақтарында, және мынандай нәрселерде бұларда жарықшам болған екен. Және мынау ауыр екен көрініп тұр. Мінекей, мыналарда жарықшам жанады. Яғни сіз жолда кетіп бара жатқан кезде, мынау көзіңізді байынан қараған кезде не болып тұрады? Бірден көрініп тұрады, жанып. Әрі сізді үзіліссіз көлік отырған кезде мында сканерге алып отырады. Сканерге алған кезде енді оның өзінде де біраз қызметтер атқарады. Яғни сіздің көлікте ұйықтап қалмауыңыз, яғни көлікпен адамның байланысын үнемі бақылап отырады. Оның ішінде барлық нәрсе кіреді. Енді орташа комплектация болса да осындай опция бар екен. Жоғары жағын қарайтын болсақ. Жоғары жақтарын қарайтын болсақ, SOS кнопкасы бұларда бірден орнатылған. Бізде Қазақстандағы бөлек орнатып жатыр ғой. Заңға сәйкес орнатып қойған. Әлі көзге жарықшамдар адамға былай емес, байынан түсіп тұр. Сонда көзге мүлдем әсер етпейді. Мінекей мына жақта жарықшамы қосылады. Бәрі тұнық. Әрі панорама крышасы бар. Бізде Қазақстанда панорама крыша көлік болса болды. Ол қазақтар үшін мінекей полный комплектация. Мінекей. Ол өте жақсы. Енді бұл көліктің арт жағында отырып көрейік. Арт жағында. Енді бұл көлік GV80-нен қарағанда кішкентай, және бағасы арзан. Арт жағына отырайық. Арт жағы меніңше кішкене шағындау, бірақ бүйтіп байынан артқа қарай шалқайтқанда кең. Мынаның сыртынан қарасаң кішкентай болғанымен потолок, яғни биік жақ биік екен. Енді мынада енді кәдімгі алькантара емес, бірақ сапасы жаман емес, жақсы. Арт жағында орындық жылытқышы есіктің тұтқасында емес, ортасында орнатылған. Яғни полный комплектациясында осы жерде 220 вольт болса керек, а жоқ, мінекей. А бұл жақта тек қана USB порттары ғана бар. Мінекей USB порттары.
қуат коммутациясында 220 вольт болу керек. Мынандай мына жерге де жарықшам болған. Көлікке жақсы. Енді мынау көзіңізге отражение бермейді, бірақ төмен қарай жанады. Бұл көлікке жақсы. Вид береді, әрі көліктің қымбат екенін көрсетеді. Сосын қарасаңыздар, мына жерде де мінекей ауа үрлеп тұр. Бұл ауа осындай орындықтың айналасына жасалынған, кейбір көліктерде мына жерге жасалынып жатыр. Себебі ауаны да арт жақтағы, алды жақтағы ауа берға жетпеуі мүмкін, соны есіктің тұсынан, орындықтың тұсынан ауа шығып тұрады. Жаманы жақсы, 5 орындықта, яғни нағыз жаңа дизайн, ерекше дизайнда отырым келеді деушілер үшін, сосын Bentley компаниясын жақсы көретіндер, жақсы бағалайтындар, Bentley көлігін алмаса да, осы көлік таса болады. Бұл көліктің қаншамен растаможка бітетінін біз сіздерге есептеп береміз. Қазақстанға бірінші болып осында Genesis көліктерін жіберген. Біз енді мынау Қазақстанға тек YouTube-қа көлік жіберуді ғана түсіріп жатырмыз, күтіп алғанда түсіріп жатқан жоқпыз. Болашақта біз оны клиенттер түсіріп жатыр, маған бірақ ол профессионалды болмағаннан кейін мен оны YouTube-қа салмаймын. YouTube-қа тек қана жақсы түскендер. Енді Қазақстанға біздің арнайы видео операторлар болады, контент түскен кезде барлығын профессионалдар түсіріп, әрі клиенттің комментарий, яғни жақсы сұхбат алады, қалай сатып алды деген сияқты. Ал Олжас бауырым, Қазақстанға осындай көліктер жіберіп жатсың. Енді Қазақстанға осындай Genesis көліктер кіре берсін бауырым. Бірге жұмыс жасайық. 5-6 жіберді. Енді өзің біреуін алып айдадың. Одан кейін арендаға да кеш айтып жатсың, арендаға ары кетсе $100-200 алып айдауға болады деді. Болашақта сіздер үшін Кореяның қалаған, енді мынау Bentley, Ferrari болмаса да, оған дейінгі 30 миллион теңгеге дейінгі Кореяның керемет көліктерін обзорға түсіреміз деген ойдамыз. Ал бауырым, мына көлік жайлы өзің бір айта кетсең, жүрісі қалай, мынау біздегі қандай көліктерге теңеседі? BMW X5, ML деген Mercedes-тер бар ғой. Солардан асып озады ғой. Асып оза ма? Асып озады. Өзің Қазақстанда да бұл жігіт сондай қымбат көліктерді айдаған, мен айдамағам. Енді айдасам айтатын едім. Енді бұл нағыз айдағаннан кейін осы жаққа келіп айдап көрді. Енді осы жаққа келіп те біз мысалы BMW X5-ларды алып Қазақстанға жіберсек болатын еді. Бірақ олардың бәрі Қазақстан толып жатыр. Біз осы Genesis көлігі қазір әлемге дамып келе жатыр және безопасность жағынан өте бірінші орында. Сол себепті осындай көлікке сұраныс келгеннен кейін біз жіберіп жатырмыз және өзіміздің ойымызды, пікірімізді айтып жатырмыз. Корейский Bentley дейді ғой. Корейский Bentley? Bentley дейді. Болды, біз де корейский Bentley деп одан кейін айтатын боламыз. Сіздер де сұраған кезде корейский Bentley көлігін тапсырыс берейін деп едім деп қабылдасыңыздар. Жүрісі жағынан қалай? Бұда 2.5 турбо бар, сосын 3.5 турбо. 3.5. Ну, 3.5 мықты. 3.5 мықты, иә? Енді әлдеқайда 4 ВДС. 4 ВДС, иә? Мен ойымша енді алғашқы айдаушылар үшін 2.5-тің өзі де жаман емес деп ойлаймын. Алғашқыларға бастаған кезде 2.5-тен бастау керек. 3.5-тен 2.5-ке мінсе 2.5-ке мінгісі келмей қалады. Иә, мінгісі келмей қалады. Сосын жүрісі, одан кейін көліктен де сен алдын айтып жатсың. Мен бір қаладан екінші қалаға барған кезде тек қана 250, 240, 230 ұстап келдім дедің ғой. Ал ішінде отқан ощущение қаншалықты скоростьпен кетіп бара жатқан сияқтысың? Бір 80-мен кетіп бара жатқан сияқтысың. 260 ұстап көз атсаң, 80-мен кетіп бара жатқан сияқты. Ал камераның маңайына келген кезде үстіне 100-бен жүресінде қайтадан скоростьті басасың ғой. Иә. Оның не жақсысы бар? Өзі ауа райы бұзылса, есік терезелердің өзі жабады. Туннельға кіріп бара жатсаң, ішіндегі очиститель воздух бар, соны автоматически қосады. Дейді. Шынымен, бізде айтайын, былтыр сенесің бе, Олжас, қалың қатты жаңбыр және торнадо болды ғой. Сол кезде 3000 көлік Кореяда судың астына қалған. Судың астына қалды, иә. Яғни терезесінен жаңбыр кірген. Кәрістердің мысалы кейбіреудің 2-3 көліктері бар ғой. Сол далаға шығып, магазинге барып келеді деген сияқты терезесі ашық қалып кетеді, су кірген. Ал бұда сонда жаңбыр жауғанда автомат түрде де есіктің терезесін жабылады. Ішіндегі воздух дейді ғой, ауасы кірленіп бара жатса, өзі автоматически очиститель воздух қосады. Біреу темекі шексең мысалы. Увлажнение воздуха адамға
жақсы демалу үшін. Қазір бүкіл Бентли ғой мынау. Қазір ондай нәрсенің бәрі бөлек-бөлек сатылып отыр ғой, мынау влажностьсіне істейтін. Ал бұл нәрсе, бұл көлікте барлық нәрсе бойында бар. Себебі Genesis компаниясы оның үлкен былайша айтқанда инвестор болып отқан компанияда ақша көп. Ал бұлар жас компания болғаннан кейінгі соңғы опцияларды бұлар қосып жатыр. Себебі бізде басқа қымбат көліктер сияқты өзімізге опцияды және соған адамдарға бүкіл жағдай жасақ болған. Тағы бір айта кетерім, соғылар кезде соғыла алмайсың. Өзі қасындағы машина бар ғой, соған келіп өзі тоқтап қалады. Өзі тоқтап қалады. Өзі тоқтап қалады. Сен мысалы мен скорость дада тұр. Дада тұр. Мен байқама беттім да кетіп бара жатқан кезде біреу келіп қалды. Сен газды бассаң да ол тоқтап тұрады. Тоқтап тұрады. Мен осы жайлы 2019-2020 жылы Forbes журналына енген болатын. Genesis компаниясы әлемдегі бірінші орын безопасыз көлік деп. Шынымен соған, яғни оның ішінде Cadillac, былайша айтқанда барлық көліктердің ішіндегі бірінші орын безопасыз жағынан. Перегармен отырғызбайды рульға. Көшіп алады, жүрмейді машина. Онда біздің көкелерімізге осы көлікті алған кезде міндетті түрде және бір водительді алу керек болды ғой. Өте жақсы екен. Шыны керек, мен ондай нәрсені естімеппін. Бірақ кейбір компания көліктері бұны опцияларды 2019-2020-да жасап қойғанымен 2021 жылы жасап шығарған кезде ол опцияда біз оны опция бар деп айтпайды. Себебі олар жасап қойды ғой. А біз бұндай көлікке енді біздің сұранысымыз, енді біз қызығымыз артып жатқаннан кейін ондай опцияларды біз естіген жоқпыз. Бірақ бұл мен ойымша Genesis компаниясы бұрын ондай опцияларды шығарып қойған. Сол себепті айтылмады, ал бірақ білетін адамдар үшін біз енді естіп жатырмыз. Қазір біздің Қазақстанда ұйықтап кететін адамдар көп болып жатыр. Мен айт. Талай жағдайлар болып жатыр, естіп жатырмық жаңалықтан. Осы Genesis адам ұйықтап жатқан кезде өзі тоқтайды, сөнеді. Өзі тоқтайды. Яғни сізге көлік айдауға болмайды, яғни оны оятпайды, яғни оны бір негіне сетіп ұйықтатады дейсің ғой. Өзі тоқтап жүрмейді. Біз әңгімені айтайын, менің өзім бір сказка сияқты болып тұрмын да. Ал бірақ мен енді бұл Кореяда болғаннан кейін сенуге тырысамын. Ал қазақтар үшін бұл одан да бір ертегі сияқты, біз әңгімеміз бір ойнап тұрған нәрсе сияқты болуы мүмкін. Бірақ бұл нәрсе шындық, яғни енді кәдімгідей тура кетіп баратып тоқтап қалмаса да, яғни бір белгі беріп, яғни бір шетке шығарып, ұйықтаңыз деген сияқты белгі беру мүмкін. Рульдағы қол босайды ғой. Сол кезде сигнал береді. Адам ұстамаса ақырын тоқтайды өзі. Ұстамаса ақырын тоқтайды. Және аварийға жанып тұрады. Жоқ, аварийганы жақпайды. Жоқ, аварийға жанып тұрады, арттан 70 бенге атқан кезде адамдарға белгі беру керек қой. Мен тоқтап тұрмын, бұл керемет. Тағы да айтатын не нәрсе бар. Контрполосы, сосын умный круиз контроль. Бұл да бар. Және пультін бір көрсетіп жүрші. Бұл да пультін бір көрсеткенде көлікті өзі автомат түрде оталдырады және қараңыздар, көлікті, яғни автозавод өзі автомат түрде, яғни оталдырды және алдыға жүреді. Және баяу. Бұл өте баяу жүреді екен. Және артқа. Безопасность. Артта машина тұр. Қазір тоқтады. Жай. Өз тоқтады. Сосын бетші, алдыға бір жүргізді, артқа жүргізші. Мына жердегі лазері бар да. Осы лазердің не екенін қазір түсіндіре кетейін. Алдыға жүргіз. Міне, қазір өз тоқтайды. Мына лазерді қара. Мына лазері бар ғой. Өз тоқтады. Лазер қараңыз, мына көліктен былай қарай 1, 2, 3 метр. 3 метр лазер жанады, былай қарай 3. Ол Grandeur көлігінде, K8-де, сосын Genesis көліктерінде бар. Бірінші рет Genesis'те шыққан. Бұл лазер не ол? Бұл лазерді, яғни жер бетіндегі нәрсені отслежка жасайды. Жер ойыс па, қандай заттары бар, яғни радар дейді ғой. Сондай сияқты отслежка жасайды. Соған байланысты өзі тоқтайды. Мінекей енді мына жақта бір 20 сантиметр көлікке біз газды бассақ та, яғни артқа жүрмей өзі тоқтап қалды. Қараңыздар, енді яғни адамның ойына келмейтін опцияларды қосып жатыр. Бұл неге? Өйткені көлікті жасап адамдар шығарып шаршады. Ал енді компаниялар
опцияды қосып жатыр. Яғни спидометрдің өзі аналог болмайды. Яғни мысалы Bentley деген басқа қымбат көліктерде де опциялар нелерде спидометр аналогі ғой. Ал арзан көліктерде корейский стильде, яғни цифровой. Сол жақта тек қана көліктің дизайны Корея мемлекеттері ішкі дизайн, сыртқы дизайнында 2 жыл, 3 жылда тез шығарып жатыр. Енді көліктің дилер асығып тұр екен. Енді қолдан келгенше біз сіздер көрсеттік. Яғни бұл Genesis көлігі тек қана бұл емес, бұдан кейінгі жаңалықтар, яғни Genesis'дің барлық түрлерін бір-біртіндеп түсіріп шығатын боламыз. Келесі GV80, яғни GV80 соны түсіретін боламыз. Жақсы онда. Рахмет. Алла қаласа, бұл көлік енді арнайы біз тапсырыс заказбен келгенбіз. Сол себепті осындай видеоны біз жиі шығаратын боламыз. Бағасын барлығын видеоның астына қараймыз, сол жаққа жібереміз. Видеоны қарап қана отырмай, шетіндегі подписацияға басып, тіркеліп, колокольчикке басып қойсаңыздар, біздің видеомызды әрдайым бірінші көретін боласыздар. Әрі біздің қазақ YouTube арнамыздың дамуына үлкен үлестеріңізді қосатын боласыздар. Сіздермен бірге болған Нұрлан және Олжас, видео түсіріп тұрған менің егізім Ерлан. Азия-Трейд компаниясы үлкен жоғары компания, Торан агентствосы ашылғалы тұр. Ол бүкіл компанияның үстінен қамтитын компания. Болашақта бұның барлығын біртіндеп айтатын боламыз. Сосын бүгін кешке бізде Қазақстан телеарнасы арнасы арнайы скайппен бағдарламада сөйлейтін болам. Соның барлығын көретін боласыздар. Қазақтар жазасын, қазақтар қай жақта болмасын да өзіміздің елімізге жанымыз ашып, бірімізге демеу болып жасайық. Ондай Bentley мінсін деп па? Қазақтар осында Genesis көліктер мінсін. Қазақстанда растамошка арзандасын. Жақсы. Жақсы.